Енді аға, мынау Құдайдың ризалығы үшін атқарылған амал ешқашан далаға кетпейді. Береке рахатын өзіміз көреміз, бізден кейін ұрпағымыз көреді, Алла бұйырса. Жалпы істі бастарда мынау Құдайдың разылығын көздеу қаншалықты керек, қаншалықты маңызды? Енді бізде қазір ұстаздарымыз көбейді, интернетте осы туралы көп айтылып жатыр. Бір жақсы бір жігіт, имам емес ау деймін, бір жақсы бір жігіт керемет айтып шықты осы нәрсені. Адам дейді, өзінің сүйіп, жақсы көрген ісін істесе дейді, одан шаршамайды дейді. Шаршамайды дейді. Ал адам кез келген істі дейді, ол имам болсын, имам емес, жалпы бір иманды адам бір нәрсені істегенде Алла разылығы үшін бірінші орынға қойып алатын болса, анау бітсе де, бітпесе де, қандай жағдайға түсіп кетсе де, адам ренжімейді екен да. Өйткені Алла разылығы үшін істедім ғой дейді, болды. Алла разылығы үшін істедім дегеннен кейін, оның басқалардың дұрыс істедің ба, дұрыс емес істедің ба, ол қызық емес болып қалады екен да. Ал Алла разылығы үшін емес болатын болса, онда ананың да сөзі шамымызға тиіп, мынаның да ісі ұнамай, анаған көзді алартқанмен төбелесіп, жауласып кете береді екенбіз ғой. Сол үшін Алланың разылығы үшін деп басталатын болса, біріншіден Алла риза болады, оның жолын ашады. Оған сауабын береді, бұл ақыретте, ал бұл дүниеде оның өміріне береке береді. Береке деген қымбат үй, қымбат көлік емес. Ол болуы мүмкін, бірақ дәл сол емес та. Береке деген тек қана сол емес деп айтқым келіп отыр да. Өміріне берекет береді. Екі дүниеде қуантатын ұрпақ береді. Ақыретте жүзін жарқын қылады. Алла разылығы үшін деп істейтін болса. Ал Алла разылығы болмайтын болса, онда адамдар сауабынан айырылып ақыретте істеген жақсылығын, мына дүниеде мен істедім деп, жаңағыдай адамдар арасында жек көрінішті болып, мысалға мына бір әңгімені көп айтып жүрміз соңғы кезде. Бала шағаларыңды перғауын қылып қоймаңдар деген. Естіген бе едің? Жоқ. Бала шағаларыңды перғауын қылып қоймаңдар дейді. Бір үлкен бір мықты жігіт, бір үлкен кәсіпкер жігіт айтты маған. Қалай болды сонда дегенде, мынау үлкен ақшасы бар жігіттер бір өзі мешіт салып тастап жатыр, бір өзі медресе салып тастап жатыр, бір өзі бір жетімге үй сыйлап жатыр, бір өзі бір не айтсақ болады тағы да, бір жақсы амал істеп жатыр да, сол дұрыс емес деп жатыр. Дұрыс емес сол дейді. Не үшін десе, ана салып бітіргеннен кейін шайтан сені сындырып тастайды дейді. Сен ғой істеген мынаны. Ана Нұржанның ақшасы бар еді, бірақ оған қарағанда ақылды сен болып шықтың ғой. Сен тақуа болып шықтың ғой. Сен ғой. Осынша ақша салып істеп тастаған деп, ананың сауабын ұрлайды екен. Сол үшін перғауын қоймаңдар дегені, егер дүниең болып, мешіт салуға жетіп тұрса, бір жетімге үй салуға жетіп тұрса, онда ана бір жақсы адамдар тап дейді да. Бір тонна цемент бере алатын, бір терезе бере алатын, бір есігін көтере алатын, бір жігіттер тапта, сонымен ақылдасып барып істе дейді да. Ең соны бітірген кезде шайтан түгіл өз-өзіңе де айтамайсың дейді да, мына мен істедім деп. Өйткені ана кірпіштің жересін анау берген, мына бұрыштың цементін мынау берген. Сонда шайтан оның сауабын ұрлай алмай қалады екен. Енді түсіндіріп айттық па, айтамадық па? Біздің сол кәсіпкерлерге кездескенде осы нәрсені қазір айтып жатырмыз. Ей, перғауын бәрін өзі істетіп, ең сонда мен істедім, ең сонда мен Құдаймын деп кеткен ғой. Сол ұқсап мен істедім деп, талай адамдар сауабынан айырылып, адамдар арасында мен ғой істеген бұны деп жек көрінішті болып қалып жатқанда жағдайлар жоқ емес. Бар ғой, ел іші болғаннан кейін кездеседі. Болып жатыр ғой.